Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі оңай дайындалатын үй жағдайында 3 түрлі балмұздақ дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ең алдымен біз сливкемізді өлшеп аламыз. Сливкеміз міндетті түрде салқын болуы қажет, және де сливкеміздің проценті 33 немесе 35%-тік сливке болғаны дұрыс. Қойытылған сүт қосамыз, барлығын бірге миксерлейміз. Біздің массамыз дайын, біздің массамыз осылай қою болады. Бірінші бізде балмұздақтың түрі шоколадты балмұздақ. Шоколадымызды микротолқынды пеште ерітіп, массамызға қосып араластырамыз. Біздің бірінші балмұздағымыз дайын, тоңазытқышқа 4-5 сағатқа жібереміз. Және де екінші балмұздақтың түрі бізде құлпынайлы балмұздақ. Мен бұл жерде тек қана құлпынайымызды турап, құлпынайымызды салып, араластырып, тоңазытқышқа жібердім. Сіздер кез келген жидекті пайдалансаңыздар болады. Бізде келесі балмұздақ Орео балмұздағы. Ең алдымен біз Орео печеньясын үгітіп аламыз. Содан соң массамызға қосып араластырамыз. Балмұздақтарымызды тоңазытқышта 4-5 сағатқа немесе 1 түнге қойып қоямыз. Біздің балмұздақтарымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес берем. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.